Сәлеметсіз бе? Менің атым Ешпанов Рүстем. Мен Назарбаев университетінде ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтында директор талдаушысы болып жұмыс істеймін. Бүгінгі бейнеклипте мен Исай жасаған токенизатор жайлы қысқаша айтып бергім келеді. Қазіргі уақытта Исай қазақ тілінің үлкен тілдік моделін KazLLM әзірлеп жатыр. Модель қазақ тілімен ғана шектелмей, ағылшын, орыс және түрік тілдерін де түсіне алады. Бұл жоба Қазақстан мен Орталық Азия аймағындағы жасанды интеллект мүмкіндіктерін түбегейлі өзгертуге бағытталған. Ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институты кем дегенде екі үлкен тілдік модельді жасауға кірісіп, бірінші моделін 2024 жылдың 16 желтоқсан күні еліміздің тәуелсіздігінің 33 жылдығына орай аяқталуын жоспарлап отыр. Исай жұмысының нәтижелерін үнемі YouTube арнасында жариялап отырады. Сондықтан әзірленіп жатқан модельдерінің бірінің алғашқы көрінісін бір апта бұрын жарияланған келесі бейнеклиптен көруге болады. Бүгінгі бейнеклипте мен сізге Исай дайындаған токенизатор жайлы қысқаша айтып бергім келеді. Ең алдымен, токенизатор дегеніміз не? Токенизатор табиғи тіл өңдеудегі маңызды құрал. Ол мәтінді кішкентай бірліктерге, яғни токендерге бөледі. Бұл токендер сөздер, сөз бөліктері немесе жеке таңбалар болуы мүмкін. Токенизация көптеген табиғи тілдерді өңдеу тапсырмаларындағы алғашқы қадам. Бұл модельдерімізге мәтінді түсінуге және өңдеуге көмектеседі. Ал енді жақсы токенизатордың маңызы неде? Жақсы жасалған токенизатор қазақ тілі сияқты тілдер үшін өте маңызды, өйткені сөздердің морфологиялық құрылымы күрделі болуы мүмкін. Тиімді токенизаторсыз модельдер мәтінді дұрыс өңдеу мен түсінуде қиындықтарға тап болуы мүмкін. Бұл аударма және мазмұнды өндіру сияқты тілдік тапсырмаларды қателерге әкелуі мүмкін. Қазақ тілінде сөздерге көптеген жалғаулар жалғана береді. Сондықтан жақсы токенизатор осы ерекшеліктерді ескеріп, қазақ тілін жасанды интеллект модельдеріне түсінікті етеді. Ал енді сөздің бірліктерге нашар бөлінуі, яғни нашар токенизациясы, сол сөздің мағынасын жоғалуына және тілдің тиімсіз өңделуіне апарып соқтыруы мүмкін. Токенизатордың жақсы немесе нашар болғанын қалай білуге болады? Бұны біз токенизатордың өнімділігінен байқай аламыз. Токенизатордың өнімділігі белгілі бір сөз немесе сөз тіркесінен алынған токендер санын білдіреді. Сөйлемді токендерге бөлгеннен кейін токендердің саны сөйлемдегі сөздердің санына тең болса, бұны өнімділігі төмен токенизатор деп атаймыз. Ал егер сөйлемді токендерге бөлгеннен кейін токендердің саны сөйлемдегі сөздердің санынан үлкен болса, бұны өнімділігі жоғары токенизатор деп атаймыз. Өнімділігі төмен токенизаторлар аз токен шығарады. Бұл тілді өңдеуді тиімдірек етеді. Ал енді өнімділігі жоғары токенизаторлар керісінше көп токен шығарады да, бұл тілді өңдеуді тиімсіз етеді. Соған қоса, өнімділігі төмен токенизаторлар модельді оқыту уақытын қысқартып, модельді қолдану бағасын арзанырақ қылады. Институтымыз Метаның Llama атты моделінің токенизаторын өзгерте отырып, соның негізінде қазақ тіліне арналған токенизатор әзірледі. Бұл слайдта ағылшын тіліне арналған Исай мен Llama токенизаторларының нәтижесі берілген. Көріп отырғаныңыздай, ағылшын тіліндегі есек қырған жайлы мәтін 33 сөзден тұрады. Бұл мәтінді токенизатормен бөлгеннен кейін, біздің токенизаторымыз да, Llamaның токенизаторы да мәтінді арнайы Begin of Text токенін қоса салғанда 43 токенге бөледі. Енді бұл слайдта жаңағы токенизаторлардың қазақ тіліндегі мәтінді қалай бөлетінін көре аласыз. Көріп отырғаныңыздай, қазақ тіліндегі мәтін басында 12 ақ сөзден тұрса, Llamaның токенизаторымен бөлгеннен кейін токендердің саны 79-ға секіріп кетеді, ал Исай токенизаторымен бөлгеннен кейін токендердің саны сөйлемдегі сөздердің санына тең болмаса да 25-ке дейін ғана көтеріледі. Яғни қысқаша айтқанда, біздің токенизаторымыз Llama токенизаторына қарағанда қазақ мәтінін токендерге бөлгенде токендердің санын 3 есе қысқартады. Ал енді токендер санының төмен болуы, есіңізде бар болса, тілді өңдеудің тиімдірек болуына, модельді оқыту уақытын қысқартуға және де модельді қолдану бағасының төмендеуіне әкеледі. Бұл слайдта бүгінгі бейнеклиптің тезистері берілген.
Мәтінді шағын бірліктерге бөлетін құралды токенизатор, ал сол бірліктерді токен деп атайтынын үйрендік. Жақсы токенизатор мәтінді аз токенге бөледі, ал нашар токенизатор мәтінді көп токенге бөледі. Сонымен бұл бейнеклип әзірге тамам. Танысқанымызға қуаныштымын. Назарларыңызға рахмет, көріскенше.